Сәлеметсіздер мен әріптестерім және әділ қазылар алқасы. Мен Жүсіпбек Басындуға Шеңкәрбековна Қарағанды қаласы Сләмбет Саттаров атындағы мектеп-лицейінде физика пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Педагогикалық еңбек өтілімім 30 жыл. Санатым педагог зерттеуші. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мұғалімнің мерейін өсіріп, мәртебесін көтеруге бағытталған педагог мәртебесі туралы заңға қол қоюы педагогтерге үлкен серпіліс беріп, педагогтердің қоғам алдындағы еңсесін бір көтеріп тастағаны айдан анық. Бүгінгі педагог жылдам дамып келе жатқан жаңа адамды тәрбиелеп, оқыту үшін үнемі ізденіп, білімін біліктілігін арттырып отыруға міндетті деп түсінемін. Алдарыңызға кәсіби өсу барысында қатысқан сайыстар мен білім көтеру сертификаттарымды сіздерге ұсынамын. Ұстаз болу ол өз уақытыңды аямай, өзгенің уақытын аялау деп Мұхтар Әуезов айтқандай, уақытпен санаспай, балалардың болашағы үшін аянбай жұмыс жасасаң, еңбегің еш кетпейді деп түсінем. Педагог үнемі ізденіс үстінде болу керек. Себебі қазіргі заман балалары берілген ақпарат тез қабылдауынан есте сақтау қабілеттері жоғары дамығандығын байқауға болады. Оқушыларымның жеткен жетістіктерін тамашалауыңызға болады. Дегенмен, әр ұстаздың ойында ерекше қалған бір сәттері болатыны анық. Соның бірі 2023 жылғы Түркия еліндегі Олимпиадаға қатысып, екінші орын иеленіп, қазақ туын көкке желбіреткен Орал Нұрасыл деген оқушымды ерекше мақтан тұтар едім. Сонымен қатар, еліміздің түкпір-түкпіріне адал еңбек етіп, қоғамға үлкен үлес қосып жүрген менің шәкірттерім ұшан теңіз. Оқыту тиімділігін арттыру үшін жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды қолданбаларын сіздерге ұсынғым келеді. Сонымен қатар, бір тұтас тәрбие бағдарламасын негізге ала отырып, сабақ үрдісінде құндылықтарға басымдық беремін. Ата-аналармен бірге үштік одақ негізінде тәрбие сабақтарын ұлттық құндылықтарға басым бере отыра жасанды интеллект платформалары қолданып өткізілген сынып сағаттарын тамашалауларыңызға болады. Әріптестеріме жасанды интеллектіні қалай сабақ үстінде қолданып білу дағдыларын үйренуге семинар сабақтар ұйымдастырып, жақсы нәтижелерге көз жеткіздік. Ғылыми әдістемелік бағыттағы жұмыстарыма тоқталатын болсам, облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми практикалық жұмыстарға белсенді түрде қатысып, жүлделі орындарға ие болудамыз. Оқу мен оқытудағы атқарылып жатқан жұмыстарымыз тағы бірі lesson study, іс-әрекетті зерттеу, сабақты зерттеу жұмысы жүргізу қолға алынған. Фокус топ құрылып, мақсат міндеттеріміз айқындалған. Lesson study зерттеу барысында оқушылардың білім сапасын арттыру мақсатында оқу сапасын жақсарту және сабаққа қызығушылығын арттыру, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауына ықпал ететін әдіс тәсілдер сараптамадан өткізіп, оң нәтижеге қол жеткізіп келеміз. Сонымен 90 ауыз сөздің тобықтай түйіне келсем, қазақ елі ұстазын ұлықтаған, тер еңбегін ұмытпаған елміз. Қашанда білімді ұрпақ болашағымыздың кепілі. Егеменді еліміздің тағдыры, жас ұрпақтың тағдыры бүгінгі ұстаздардың қолында. Ендеше қоғамдағы педагог мәртебесі арта берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет.